қалай шешуіміз керек? Шұғыл, қарапайым, тығырықтан шығудың жолы қандай? Біз бәрін жаңағы жаппай топырлатып мектеп салуымыз керек пе? Жоғалды өңірдегі мәселелерді шешуіміз керек пе? Не істейміз? Негізі енді бұл тақырып біз ашық алаңда бірнеше мәрте көтердік. Бұдан да бұрын 3 ауысымды мектептер, апатты жағдайдағы мектептер мәселесіне, оқушылардың орын тапшылығы мәселесін. Бірақ бұл жолы біздің халықтың көңілін алаңдатқан бұл мектептегі балалардың бірін-бірі жаңағыдай өте қатты тығыз орналасуына байланысты тараған видео. Соған қатысты бүгінгі таңда үкіметтегі ресми ақпарат бойынша 5000-нан жоғары бала оқитын мектептер саны 45. Сондықтан дәл сондай күнделікті давка дейді ғой, тығыздықта орналасқан мектептердің ресми саны 45. Сәйкесінше 5300 бала, мысалы 71-ші мектепте 5300 бала білім алады екен. Тіпті тек қана бірінші сыныпта 73 класс комплект бірінші классқа барған. Бұл әрине демографиялық тұрғыдан өте жақсы нәрсе. Бұл біздің ішкі миграциямыздың толқынын көрсетеді. Бірақ біз келесі циклдарға құрылысты күтіп отыра алмаймыз. Өйткені 5300 баланың қауіпсіздігі, өмірі мен денсаулығының қауіпсіздігін бүгінгі таңда шешу мәселесі тұр. Құзыретті орган бұл Астана қаласының әкімдігі мен Астана қаласының білім басқармасы. Бүгін келсе де осы жерде пікірталастар сақтап болатын еді. Бұл мәселе тек Астанада емес қой. Астанадан бөлек те қалалар, Алматы облысы, Түркістан облысы, Шымкент қаласы. Бірақ дәл қазір бүгін шешілу қажет деп ойлайтын болсақ, Астана қаласындағы жағалау микрорайонын алайықшы, Нұра ауданында. Сол жерде қаптап салынған, топырлап салынған құрылыс объектілерін көріп жатсыздар, тұрғын үй алаптарын көріп жатсыздар, үлкен-үлкен, бірақ қасында не бір мектеп жоқ, не аурухана жоқ, не балабақша жоқ. Сәйкесінше осы үйлердің бірінші, екінші ғимаратын бәлкім босатып, әлеуметтік нысанға айналдыру керек, және биылғы оқу жылына оларды осындай әлеуметтік нысанға айналдырып қарастыру керек. Кеше ғана мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев бизнес өкілдерімен кездесті ғой. Бірақ сіз айтып отырған жаңағы ғимараттардың бірінші, екінші қабатын біз босаттық делік. Бірақ ол қабаттар бірінші этаж бизнеске арналып салынған, яғни ресторан, басқасы бар, мысалға барбершоп деген сияқты. Ал екінші этажда, ол жерде екінші қабатта жаңағы тұрғын үй, азаматтар баспана, бұл мәселені қаншалықты шешеді? Одан бөлек бизнес бұған көне ме? Енді бизнестің әлеуметтік жауапкершілігі бар ғой. Бизнесті сіз бен біз секілді азаматтар ғой. Егер Жұлдыз ханым бизнес әлеуметтік жауапкершілікті сезсе, Алматыдағы Жас Қанат ауданы болсын, Шаңырақ ықшам ауданы болсын, мына жердегі сіз айтып отырған Нұра ауданы болсын, Шымкенттегі қаншама салынып жатқан біздің жаңағы алпауыт компаниялардың салып жатқан ғимараттары, үйлері болсын, олар әлеуметтік жауапкершілік сезсе, Оңтүстік Кореядағыдай баяғыда олар... Енді олар сезбейді екен деп біз 5300 баланы таптатып қоймаймыз ғой. 5000 емес. Бір мектепте 5300 баланы таптатып қоя алмаймыз. Сондықтан бүгінгі таңдағы жедел шешу қажет деген дүниені сұрайтын болсаңыз, осы шешім. Бұндай шешімдер басқа да үлкен халықаралық мектептерде, қалаларда болған. Бұл уақытша шешім. Өйткені Астана қаласында қазір 20 жайлы мектеп салынады, одан бөлек 11 мектеп салынады. Осыдан бір апта бұрын әкімі мемлекет басшысының қабылдауында болған кезде қосымша 20 мектепке қаражат іздестіріп жатырмыз деген бізге уәждерін айтқан, сондықтан мектеп салынады. Бірақ мектептің ПСД-сына дейінгі цикл бар, құрылысы басталғаннан кейін құрылысы аяқталғанға дейінгі цикл бар. Ол құрылысы басталғаннан аяқталғанға дейін 3 жыл, оған дейін 1-1,5 жыл кезең. Бұл заңмен бекітілген өзінің мерзімі. Сондықтан сіз 4,5 жыл балаларды біріне бірі таптатып, сосын мектептің директорын шараға тартқызып мәселені шештік деп оны жауып қою менің ойымша дұрыс емес. Экономист һәм демограф ретінде Бәтжан ханым, сіздің ойыңыз қызық болып тұр. Мен жаңа ойымды айтсам, бала өсімі бұндай көп болады дегенге алдын ала болжам жасауға болады. Бала бірден туған бетте осы мектепке бармайды ғой. Яғни ол 6-7 жасында барады. Яғни 6-7 жылда уже мысалы бала қазір мысалы 2020 жылдарды қарасаңыздар уже 400 мыңға жетсе, кезінде ең аз 99 жылғы туылғандар 160 мың болған.
яғни екі еседен артық бала туу саны өскеннен кейін, яғни ол не айтылады, что мектеп орындарының тапшылығы болатыны бірден алдын ала болжауға болатын еді. Яғни жаңағы 200 мыңнан как раз жетіспейді деген орындар сол, яғни демографиялық жаңағы өсімді өте дұрыс, қарастырмағандық деген сөз. Жоспарлауға жаңа демографиялық өсуді қоспағандық деп айтуға болады. Яғни алдын ала болжап, алдын ала оның алдын алуға болушы еді. Өткен енді 6 жылдан жаңағы балалар өседі. Олар мысалы қазіргі туған балалардың санына қарағанда уже 1,5 есе көп болса, яғни оның бірден көші-қонды еще есептеу керек. Яғни мысалы Астанаға көбінесе келетін жас халықтар, жас семьялар, орташа жасы Астана халқының 30-дан сәл ғана асады. 31 жас, 32 жас сондай ғана. Яғни немен білдіреді, что бұл жақта көбінесе жастар тұрады. Жастардың әрине олардың жаңағы бала туу несі жоғары болады. Балалардың олардың санында да қазір мысалы өздеріңізде көріп жатсыздар, 2-3 баладан, неден баладан әрбір семьядаларда бар деп айтуға болады. Соған байланысты ол жағдай бүгін туындаған жоқ, алдын ала оның бәрін жоспарлап болжауға болушы еді. Мен бұл кісінің ойымен толыққанды келісіп қолдаймын. Өйткені бізде ұлттық экономика министрлігі бар. Ол жай экономика емес, ұлттық экономика. Сәйкесінше мектептердің құрылысы, олардың жоспарлау, оған қаражат бөлуді біз тек қана оқу ағарту емес. Осы ұлттық экономика, сол кезде индустрия инфрақұрылым министрлігі, қазіргі құрылыс министрлігі, сонымен қатар статистика агенттігімен бірлесе отырып жоспарлау қажет. Бізде осы уақытқа дейін құрылысқа байланысты жауапкершілік болған жоқ. Құрылыс оқу ағарту министрлігіне қараған жоқ, инфрақұрылымға қарады, нормативтерін барлығын сол кісілер бекітті, бірақ салатын және оны эксплуатацияға енгізетін әкімдіктегі құрылыс департаменттері болды. Соған сәйкесінше бұл жердегі жемқорлық мәселесі де бар, оны да атап өту керек. Сонымен қатар оның алдында пандемиядан кейінгі қазіргі геосаяси жағдай, құрылыс материалдарының қымбаттауы, логистикалық тізбектердің бұзылуы осы дүниелердің бәріне алып келді. Бірақ дегенмен балалардың тууы, сіз дұрыс айтып отырсыз, ол 7 жасында барады, 6 жасында барады делік. Бүгінгі заңнаманың аясында, яғни 6 жылдың өзі мектеп салуға, тіпті жапсарлас құрылысты бастап салуға толыққанды, толық циклы 4,5 жыл болды. Бюджеттік жоспарлау департаментінде осындай жаңағы демографиялық процестермен байланыстырылып, мысалға, 217 мың бала дүниеге келді, 250 мың бала дүниеге келді деп сіздер жоспарлайсыздар ма? Осынша мектеп салыну керек деп, әлде жергілікті жердегі әкімдіктер осыны есептеп өздері тапсыру керек пе сіздерге? Мынанша бала дүниеге келіп жатыр, бізге осынша орындық мектеп керек деген сияқты мәселені. Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер, телекөрермендер. Өте орынды, өте өзекті мәселе. Біз министрлік тарапынан әрине біз өзіміз тиісті мониторингті жүргізіп отырық, бірақ бұл жерде айта кету керек, жаңағы бала өсімін әр өңір бойынша балалардың өсімі, халықтың өсімі жалпы, оның бәрі жергілікті атқарушы органдардың құзыретінде. Ол бір, екіншіден әр елді мекеннің өзінің жоспары бар, генплан дейді, орысша бас жоспарлары бар. Мысалы, егер Астана қаласын алсақ, ол өте үлкен ауқымды құжат. Бұл жерде шынымен әріптестермен келісемін. Бұл жерде негізі жоспарлау жағы одан қалса, жаңағы біз өз тарапымыздан қанша айтамыз, мысалы ұсыныстар береміз. Егер шағын ықшам ауданды салып жатқан кезде міндетті түрде әлеуметтік нысандар міндетті түрде салыну керек. Бірақ өз тарапымыздан оның бәрі, ол мәселелерді қарастыру біріншіден жергілікті атқарушы органдар несі. Астана қаласын ала кетсек, мысалы, осы мынау қазіргі таңда мынау жаңағы өзіңіздер кадрларыңызда болды, 71-ші мектеп Астана қаласындағы. Да, бұл жердегі Көкшетаудағы мектеп. Көкшетау бірінші мектебі. Енді Астана қаласын алсақ, жалпы осы жағалау тұрғын алабында, ықшам ауданында 16 мыңнан астам оқушы жасындағы балалар бар. Мектептер санын өздеріңізде ол жерде қателеспесем 3-ақ мектеп бар. Бірақ осыны көздеп отырып, жергілікті атқарушы органдарда жайдан жай отқан жоқ, оларда жоспарлары бар. Қазір мысалы өздеріңізге мәлім, былтыр мемлекет басшысының тапсырмасы бойынша жайлы мектеп ұлттық жобасы қазір жүзеге асырылуда. Сол ықшам ауданда қазір 12 мың орындық 3 мектеп салу көзделуде. Қашан бітеді оның жоспары? Ол мектептер 24 жылы біту
біту Жоспарлап жоспарлануда. отыр. Иә, Жаңа сол жұмыс кезде қару- мектептің құрастыру циклі үш депутаттардың жыл да деп отырсыз. құзыретінде дедіңіз ба? Жоқ, Негізі- атқарушылардың деді. Бұл Жер- сіздердің бірінші оқу жергілікті ағарту атқарушы министрлігінің құзыретінде 5300 баланы андай қылып таптатып қоюға біріншіден жауапкершілік алу керек, және сіздер жергілікті атқарушы билік органдағы білім басқармаларыңызбен жұмыстың сапасын реттеу керек. Сол мәселеде нақты айту керек. Сіздер қазір не шешіп отырсыздар? Басталғанына 2 апта болды оқу сабақтарының. Бұл балалар, мен жаңа ғана бір төтенше жағдай болғандығын естіп отырмын. 5000 бала мектепке бір күні барды делік. 1-тоқсан аяқталғанға дейін ол мектептің несі қалады? Ол мектептің несі қалады? Біз мына жерге келіп бір ғана эфирмен бұл мәселемен аяқтамауымыз керек. Біз жауапкершілік алып, соған барып шешудің жолын қарастыруымыз қажет. Ал енді депутаттық неге келетін болсақ, білім туралы және тәлімгерлік мәселелер туралы заң жобасына біз бастамашылдық көтердік. Біздің комитеттің төрағасы Асхат Аймағамбетов бар, мен бар. Бүгінгі таңда енгізіп отырған негізгі норма, егер тұрғын үй алаптар салынатын болса, сол жер телімін рұқсат алмас бұрын міндетті түрде мектеп, балабақша, ауруханаға рұқсат алып келуі қажет. Оны рұқсат алып келмейінше, бұны жердің телімін тұрғын үй алабына, человейник деп атайды ғой, соларға беруге рұқсат болмау керек. Дәл осы норма Алматы қаласының ерекше статус туралы заң жобасында былтыр қабылданды. Бұл норма бар. Сондықтан егер тығыз қазір нақты керек десе, Астана қаласының әкімдігі келіп, Астана қаласының ерекше статус туралы заңға өзгеріс енгізейік десе, осыны күндіз-түні жүріп, аяғына дейін апаруға біз бармыз. Бірақ дегенмен бұл жерде адамдардың жанашырлығы мен жауапкершілігі. Жауапкершілік, жанашырлық деп айтып жатырмыз. Жаңағы видеоны шығарыңыздар, Көкшетаудағы мектептегі жағдай. Мына оқиғадан кейін видеоны қосыңыздар. Осы оқиғадан кейін Көкшетау білім басқармасындағылар, міне, бұл жерде балалардың психологиясына қандай салмақ түскенін айту, елестетудің өзі қиын. Бірақ осы оқиғадан кейін білім басқармасындағылар, Молдаш мырза, мектеп директорын жауапкершілікке тартыпты. Сіз енді логика салайық, сізбен біз, қымбат спикерлер, барлықтарыңыз, мектеп директорын. Мәселен, Шәкәр мырза, сіз мектеп директорсыз. Сіздің мектебіңізде 5000 бала оқиды. Түске дейін, түстен кейін 2,5-2,5-нан, не? Сөйтіп, бәрі бір сәтте қоңырау соғылды, бір сәтте келе қалды. Сонда мектеп директоры не істеу керек? Қоңырауды әр сыныпқа жеке-жекеден беру керек па? Мектеп директорын араша түскім кеп тұр мына жерде. Мысалы, мектеп директоры құрылысшы емес. Ол құрылысқа жауап бермейді, мектептегі оқу процесіне жауап береді. Қоңырау соғылды, балалар шығады, үйіне қайтады. Бұндай жағында таптау жаншу болатын ол қайдан біледі? Бұндай жағдайда негізі... Неге мектеп директоры тапшылыққа жауапкершілікке тартылады? Бұл жерде әкім тартылу керек жауапкершілікке. Дер кезінде тапсырыс бермеген мектепке. Бұл жерге білім басқармасы жауапкершілікке тарту керек. Айналып келген кезде бізде кім тартылатын? Ең қарапайым адамдар. Енді бұл жерде әрине мектеп басшысын жауапқа тарту мүлдем дұрыс нәрсе емес. Себебі мектеп директоры не істесін? Оқушыны қабылдамаса қайттан жазалады. Қабылдаса осындай жағдайлар болады. Бұл жерде мынандай мәселе бар. Бізде қазір мына жақта айтылып жатқан, тыңдап жатқан кезде, бізде былайша айтқан кезде футболить ету бар да, жауапкершілікті. Мысалға, басқа біреуге қанша оқушыға болжам жасалған кезде жергілікті атқарушы органдар дейміз, акиматтарға ол тапсырмалар беріледі. Жергілікті органдар қай маған айтыңызшы, қай облыстың әкімдігі өзінің мектептеріндегі, елдеріндегі бағанағыдай мектеп соғылмай жатыр, мектепке аз қаржы бөлініп жатыр дегенді нақты көрсетеді. Әрине, не болады? Ол жақта білім басқармалары болсын, өздерінің статистикалық данныйларын азайтып көрсетеді. Ашықтық жоқ. Әрине, өйткені ол жақта жаңағыдай нелер болады, үкіметтік сағаттар болады, нелер болады, ол жерде ешқандай әкімдік өзінің бағандай мектебіндегі 3 ауысымды мектептердің саны көп екенін көрсеткісі келмейді. Сондықтан бұл жерде не министрлікте де, не әкімдіктен де тыс бір орган бұны қадағалау керек та. Қаншама, мысалы, біз айтып отырмыз, демографиялық сан өседі дейміз да, соған байланысты жоспарлар құрылу керек та. Қазір біз былай дейміз, қазір мына комфортный школалар дейміз ғой, қолайлы мектептер. Қолайлы мектептердің өзінде біз 2 ауысымды мектептер деп жоспарлап жатырмыз да. Негізі 2 ауысымдық мектеп дегеніміз, ол уақыт өте келе, өйткені оның бюджеті шектеулі ғой. Уақыт өте келе оларда 3 ауысымды мектеп болады. 3 ауысымды мектеп деген түсіндіріп беріңіздер, сол біздің 3 ауысымды мектеп дегеніңіз көрмеген нәрсе екен осы. Ол 3 ауысымды мектеп дегеніңіз, мысалға, подсменка болады. 2 ауысым ғой. 2 ауысымның ортасында 3-ші ауысым кіреді да, мысалға, мектепте.
Сондықтан да осындайлар жағдайлар болады. Когда мысалға бір ауысым шығып атады, екінші ауысым кіріп атады, ортада осындай гардероб гардероб мысалға енді мектеп 1200 балаға арналған мектеп болатын болса, ол жақта гардероб та 1200 балаға арналған. А мектепте 5000 бала оқыған кезде қайдағы гардероб? Осындай кептелістер болады. Молдаш мырза, мәселен жаңа директорға қатысты. Енді сіздерді түсінетін шығарсыздар, қарапайым директордың жауапкершілігі арқалауы. Осыған қатысты сіздер бір қандай да қызметтік тексеріс өткіздіңіздер ме? Өз тараптарыңыздан. Бізде үзілістің уақыты келген екен. Үзілістен кейін жауап берсеңіз сұрағымызға. 1 минуттан кейін жалғастырамыз. Қымбатты спикерлер, біз эфирдеміз. Еліміздің басты саяси бағдарламасында басты ауыртатын, жүректі қинайтын, қысатын тақырып талқылап отырмыз. Мектеп тапшылығы. Расымен Жұлдыз ханым жаңа жақсы айттыңыз, біз жылда көтереміз және көтере береміз бұл мәселені. Проблема толығымен шешілмейінше. Айтып, ауыз жалықпайды. Проблема шешілуі керек. Діттеген жеріне жетіп те жатыр. Өйткені мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев келесі салысымен Қазақстанда 1000 мектеп салам деді. Салып та жатыр. Орта білім беру жүйесіндегі өткір проблеманың бір мектептердегі орын тапшылығы, 225 мың оқушыға орын жетіспейді. Шұғыл шара қабылдамасақ, 25 жылға қарай орын тапшылығы 1 миллионға жетеді. 25 жылға дейін кемінде 800 мектеп салу туралы тапсырма берген болатын. Бүгін оның сан 1 мыңға жеткізуді міндеттеймін. Мектептерді бюджет қаржысы салумен қатар осы өзекті мәселені шешуге жеке секторда тартқан жөн дейді президент. Бірақ бұл 2021 жылғы жолдау ғой деймін. 2021 жылғы жолдау. Бұдан бері шынын айтуымыз керек, 600 мектеп салынды. Жаңағы жекеменшік мемлекеттік серіктестікпен бірге енді биылдан бастап 400 мектеп салуды жоспарлап отырмыз. Бірақ жаңағы жоспарлы, өзіңіз айттыңыз ғой, жоспарлы түрде стратегия, халықтың санын есептеу, осының барлығына келетін болсақ, жылда 400 мектеп салғанның өзінде де проблема шешіле қою екі талай. Солай ма? Ана жерде мен бір сөз қосып кетсем, жаңағы жеке секторды тартамыз деп президентіміз айтып жатыр, сосын Жұлдыз ханым да айтып кетті, бір жақсы әңгімені үшін шығарды. Бұл кісі айтты, бизнесті жауапкершілігіне шектеу беру керек деді. Бұл жерде үкімет қайда қарайды? Егер бизнеске тек жауапкершілікпен шектейтін болсақ, бизнестің негізгі пайдасы экономикалық пайда табу. Бұл жерде бизнеске жауапкершіліктен гөрі стимул берген дұрыс секілді. Мысалға Астана қаласын алатын болсақ, Астана қаласында ЖК салатын, мысалы, тұрғын үй салатын компанияға бір арнайы бағамен, төмен бағамен жер телімін берсе, сол жерге міндеттейтін болса, егер осы үй салғыңыз келсе, қасына мектеп салыңыз, сізге осындай арнайы төмен бағамен жер беріледі. Жаңағы сіз айтқандай 5 жылдың көлемінде пайдасын өзіңізге, кейін мемлекет өткізеді десе, осы да сол емес пе? Осыны тағы да бізде міндеттелмеген, бұл жерде енді өз еріктеріне бергенде, ал енді қазір үй салатын кезде плотность дейді, үйдің плотностьіне қарайды, сонымен қатар қазір паркинг мәселесіне қарайды. Солар болмаса, жаңағы коммуникация мәселелері бар, одан бөлек талаптары жоқ. Ал талаптарға жаңағы сіз айттыңыз, мектеп, аурухана немесе жаңағыдай өзіне стимул ретінде бизнеске пайда алып келетін дүниені беретін болса, бизнес оны қолдайды деген ойдамын. Қоса кетейін, негізі стимул деп айтып жатсыз, шындық керек. Бұл жерде қазіргі таңда қолданыстағы заңнамаға бойынша стимул негізі едәуір бар деп ойлаймын. Статистика келтірсек, мысалы 2019 жыл бізде 120-ға жуық мектеп болса, жекеменшік бүкіл Қазақстан бойынша. Қазіргі таңда мына бірінші қыркүйекке қазір бізде 560-тан астам. 4 жылдың ішінде осы екі ортаны алсақ, 4 жылға жуық 4 есе артқан. 4 есе артқан. Жекеменшік мектептер. Бұл жерде барлық заңнамалар, егер бизнес тарапынан, егер мемлекет тарапынан бизнеске деген стимулдар болмаса, бизнес еш уақытта бармас еді. Дұрыс емес па? Мен Астана мәселесін айтып тұрмын да, ЖК-ларға. Бизнестің әлеуметтік жауапкершілігі дегеннен гөрі бизнеске пайда алып беретін дүние берсе. Дұрыс. Егер стимулдар бар. Сіз қазір Қаншатыр жағына барып көріңізші. Ғаламат үлкен тұрғын үйдің алаптарын салып тастаған. Яғни бұл жерде енді ол жерге қазір 4 мектепті бүгін ертең салып бітпейміз. Оны мойындауымыз қажет. Келесі оқу жылының қыркүйегіне салынып бітсе, онда оған шүкіршілік етеміз. Ал егер ол салынбаса 5300 бала қалай жүреді? Және қосымша тағы да аспанмен таласып қаншама үй соғылып жатыр. Ол үйдің қасында не аурухана жоқ, не балабақша жоқ, не мектеп жоқ, және оған көшіп келе жатқан басқа ішкі миграция бар ғой. Олар қайда барады? Олар осы мектептерге барады. Мәжіліс депутат бұл проблеманы қозғап отыр. Мәслихат депутаттары қайда қарап отыр деген сұрақ туады. Осындайда. Жалпы сол үйлерге жер телімін берген кездегі
Астана қаласының билігі басқа адамдар ғой. Жалпы бұған қатысты мемлекет дегенмен шара қолдануы қажет деген ойдамыз. Өйткені бұған дейін, мысалы пандемияға дейін мектептің қасында тұрғын үй. Көріңізші, қай жерге мысалы барған кезде солай болды. Ең басындағы генпланда да солай болды. Бірақ соңғы 3 жылда пытырлап тұрып салынды. Соның қасына бірде-бір әлеуметтік объекті болған жоқ. Мысалы, Тұранның бойында Хайвилл ЖК салынған кезде сол жерге не аурухана жоқ, не балабақша жоқ деп тұрғын үйлары жиналды. Сол жерде әкімдіктен бір адам келген жоқ. Бұл осыдан бір 7-8 ай болған оқиға. Сондықтан да бұның нақты жауапкершілік алатын адамдар болу керек. Бұл бар. Кім рұқсат берді осы ЖК-ларға? Кім оның жер телімін берді? Осының барлығын азаматтары бар, мемлекет шара қолдануы қажет. Бірақ дегенмен келесі қыркүйекке басқа мектептер соғылмайтындығын түсіне отырып, 5300 балағаны көре отырып, үндемеу әрине болмайды. Сондықтан бизнесқа бәлкім 1 жылға дейін мүмкін қаражат төлеп алу керек па? Бастауыш мектептерге бөлек директорлер тағайындап, мектептің мұғалімдерін тағайындап, ол жерге бару қажет деген ойдамын. Бірақ бұл форс-мажор дәл осы 1 жылға, 1,5 жылға арналған жұмыс жоспары болу қажет. Ұлттық психологиямызда жоққа шығару. Бір мәселені айтып кетейін, Сазикин. Негізі қазіргі таңда мемлекет тарапынан бүкіл шаралар қолданып жатыр. Жалпы мемлекетте бізде орта білім мектептерінен басқа да басқа мәселелер көп қой. Бірақ жалпы мектептерге алсақ, қазіргі таңда 201 мектеп жалпы жайлы мектептен одан басқа 201 мектеп салынуда. Егер оған жайлы мектепте 217 биыл бастады 217-ні қоссақ, сонда 400-ден астам мектептер салынуда. Әр бүкіл Қазақстан бойынша. Ол жағын қолдаймыз. Мысалы, бұдан 2021 жылы мектептің салыну квадратына бөлінетін ақша 6 МРП болатын. Сосын бүкіл құрылыс жаңағы материалдар қымбаттап кеткеннен кейін, мынандай жағдайға тап болғаннан кейін біз депутаттық корпус квадрат метрін 9 МРП-ға дейін көбейту мәселесін депутаттық сауал ретінде жолдадық. Үкіметке рахмет. Қазір квадрат метр мектепке соғу 11 МРП. Бұл осындай өзгерістерге барып жатыр. Және өзіңіз айттыңыз ғой, 2020 жылдан бастап Қазақстанда 1000 мектеп. Егер 30 жылды қарасақ, 100-ақ мектеп салынса, соңғы 4 жылда 1000 мектепке, бұл жайлы мектептен бөлек 1000 мектепке құрылысын бастауға осындай үлкен жобалар қолға алынды. Мемлекет басшысының тікелей тапсырмасымен 3 ауысымды апатты мектептер мәселесі айтыла бастады. Бұған дейін бұл айтылмаған. Сондықтан да проблема, бірақ біз енді түсінуіміз қажетті. Құрылыстың циклы бар. Оны заңнамаға рұқсат ететін, құжаттамаға рұқсат ететін цикл бар. Сондықтан келесі қыркүйекке дейін балалардың өмірі мен жалпы қауіпсіздігі. Бұл жерде мынандай мәселе бар да. Мысалға, мемлекет әрдайым ол құрылыс болсын, созылатын мемлекетке қалдыратын нәрселер. Сондықтан әсіресе мектептердің тақырыбына келген кезде 3 нәрсе бар да. Біріншісі бұл мемлекет соғады, өзінің жаңағыдай жоспарлайды, қарызын бөледі. Екіншісі бұл жеке меншік жаңағыдай мемлекеттік серіктестік дейміз ғой, сол болуы мүмкін. Үшіншісі бұл жеке меншік мектептердің өздері бар. Мысалға, жеке меншік мектептердің Астана секілді, Алматы секілді үлкен қалаларда, Шымкент секілді қалаларда бұл жерде жаңағыдай мүмкіндіктері көп. Оңай ашуға, кез келген жерден ашуға мүмкіндіктері бар, өйткені олар жеке меншік. Бірақ не дегенмен де бұл жерде мынандай нәрсені қарау керек та. Біз қазір айтамыз, құрылыс мектепке жеке меншік бизнес өкілдері келіп соғуға жағдай, бірақ ол жағдайдың өзі жетпейді. Неліктен? Өйткені бұл жақта олар мысалға соққан кезде банктан кредитін алады. Ол кредиттің мысалға проценттері жоғары болады. Әрине ол тежейді. Мысалға қайтарылым 8 жылда қайтарылады ол ақшасы. 8 жыл ешқандай да бизнес өкіліне ол қиын. Өйткені мектепке құйған ақшасын қайтарылмайды. Сондықтан егер осы талаптарды қысқартса, бағанадай проценттің ставкасынан мемлекет тарапынан субсидиялар көбейсе, мектеп соғу трендке айналады да бұл жерде. Әркім мектеп соққысы келеді. Бізде қазір не үшін мысалы Астанада үй соғылды? Өйткені үй соғу өте мықты. 7-20-25 программасы бар. Басқа да отбасыдан берілетін программалар бар, отбасы банктен. Әрине, құрылыс компанияларында ол тренд. ЖК соғу тренд. Өйткені құйған ақшасын еселеп қайтара алады. Ал мектепке келетін болсақ, ондай тренд жоқ. Мысалға, мектеп соғасын 8 жылда қайтарасын.
ешқандай да құрылыс компаниясы болсын, басқа да компаниялар болсын, ол қызықпайды ол нәрсеге. Сондықтан біз осы нәрсені ойластыру керек та. Яғни бизнесмендер, біздегі Қазақстандағы бизнесмендер тезірек күреп, тезірек тапсам екен деп ойлайды. Және мемлекет алдындағы әлеуметтік жауапкершілік деген жоқ. Жаңа Жұлдыз ханым айтқандай, әлеуметтік жауапкершілік жоқ, патриотизм жоқ. Мәселен Түркияның құрылысшыларын, жаңа сіз айтып отырсыз ғой, бірінші, екінші қабатты мектепке берейік деп, бір жерді сатып алдық дейді, түрік компаниясы, сіз білесіз ғой, бір жерді сатып алдық дейді, түрік компаниясы, ол 20 жылда қайтарады ақшасын. Біз 8 жылда деп отырмыз ғой, 20 жылда қайтарады. Бірінші кезекте үйдің иесіне 2 қабат тегін береді. Білетін шығарсыздар, практика бойынша тегін береді. Ақшаны қайтарып алу үшін жаңа құрылыстың 20 жыл уақытын күтеді. Мәселе бұл жерде мына нәрсе. Болашаққа сенбейді деген сөз мына мәселеде. Біз неғұрлым дұрыс және тез мектептердің мәселесін, мектептердің тапшылығын шешуіміз керекпіз да. Мен айтып отырмын, жайлы мектептер. Бірақ ол бар ғой, ақшаны көбейткеннен шешпейміз. Мен мысалы осы жазда Ақтөбе облысында 6 мектепке бардым. 2018 жылы басталған 40% авансы құйылған мектептер бар. Ұтып алған подрядчиктер мектепті ешқашан соқпаған. Ол жерде тіпті іргетасы да қаланбаған. Біз не айтып тұрмыз? Ол жерде мүлдем бір тиын бермесе екен. Бұл көріп тұрсыз ба? Бұл мемлекет тарапынан ойнатылған жаңағыдай конкурстар ғой. Ол жерде қатысады. Менің түсінгенім, бизнес кеше мемлекет басшысы өте қадап айтты. Біз бұған дейін субсидия, жаңа преференция, салық нәрсесіне көп мүмкіндік беріп келдік. Мен шынымды айтсам, бизнестің енді елге беру керек қой. Әрине. Елге жасау керек қой. Дәл осы тақырыпқа қатысты мынадай сұрақ. Ашық алаңда былтыр 1 жыл бұрын біз 4 ауысымды мектеп туралы бір хабар жасаған едік. Нақты сол жақтағы тұрғындардан. Міне, Түркістан облысы Сарыағаш ауданы Нұрлы жол ауылының тұрғындары хабарласып, біздің балаларымыз 4 ауысымда, біз 3 ауысым туралы айтып жатырмыз ғой, 4 ауысымда білім алып жатыр деген еді. Бірақ жергілікті биліктегілер, яғни сол жақтағы әкімдік пен мектеп тұрғындардың сөзін жоққа шығарды. Ақпарат рас емес деді. Дегенмен мектеп салынады деді. Мектеп салынып жатыр. Қазір мектептегі балалар 3 ауысымда оқып жатыр. Мектептің өзі, мектептің маңындағы, шығарыңыздаршы видеоны. Мектептің маңындағы мінекей үйді жалдап, балаларды сонда оқытып жатыр. Мына мектептің құрылысының өзі былай сыртынан қарағанда күмәнді көрінеді екен. Айттым ғой, Түркістан облысы Сарыағаш ауданы Нұрлы жол ауылының тұрғындары. Негізі осы мердігерлердің жауапкершілігі мәселесі шынымен де күйзелтеді бізді. Құрылысты алады, орта жолда қалдырып кетеді, одан соттасады, сот тағы 1 жылға жалғасады деген сияқты. 5, 6, 7 жылға созылған мектептер бар ғой құрылысы. Осын қалай реттейміз, Молдаш мырза? Дұрыс айтасыз, ондай проблемалар бар. Және мына мектеп қашан бітеді, оны тұрғындарға жауап бересіз. Нақты мына мектепті мен қазір айтуға қиындау болар, бірақ жалпы бұл жерде жаңа сіз өте үлкен проблема көтеріп отырсыз, айтып отырсыз, дұрыс. Мектептер 5-6 жыл, 7 жылға дейін деп. Бұл жерде біріншіден ең несі үлкен проблема неліктен? Жергілікті атқарушы органдар ақша бөлінгенде өзінің жаңа мерзім бар, мектептің салуының өзі мерзім бар, айтады, нормативный срок строительства дейді. Сол мысалы 8 ай бола ма, 12 ай бола ма, бюджеттен ақша бөлінгенде соны есептеп бөліну керек. Бірақ өкінішке орай бюджеттің тапшылығына байланысты ол ақша мысалы мектептің құны 2 миллиард тұра ма, ол 2 миллиард 3 жылға, 2 жылға, 3 жылға, 4 жылға дейін созылып кетуі мүмкін. Ақша бөліп. Сол кезде анау мектептің құны, құрылыс құны едәуір қымбаттауына байланысты ол да өсе береді. Құрылыс материалы сағат санап қымбаттап жатыр бізде. Әрине, дұрыс айтасыз. Сондықтан мердігерлерде мысалы ол бизнестің өкілдері оларға да пайда керек. Сондықтан жаңағы қымбаттауына артынан жетпейді. Егер мысалы бұл жерде айтып кетті ғой, жайлы мектептің ең егісі бастапқы несі артықшылы қаржымен қамталып 3 жыл 5 жылға созбай 1-1,5 жылда нормативтік құрылыстың мерзімі бюджет бірден беріледі ғой. Иә, нормативтік құрылыстың кезеңіне біз есептегенбіз ақшалар салып, мысалы биыл басталды ма, нормативтік кезең 12 жыл ма, биылға мысалы бір аванстық сомасы бар, бір 30-40%. Келесі жылға ол мектептің аяқталуына қажетті ақша ол да көзделген. Ол бір үлкен ерекшелік. Біз мысалы қазір өздеріңізге мәлім, президенттің тапсырмасы бойынша білім беру инфрақұрылымдық қолдау қоры құрылды. Сол қордың ішінде мысалы біз биылдыққа 96 миллиардтан астам ақшаны бөлдік. Оның ішінде 62 мектептің құрылысына, оның ішінде 59-ы сіз айтқан 20-шы жыл, 21-шы жыл бастап кеткен мектептер түрлі себептерге байланысты я қымбаттауға ұшыраған, удорожание дейді орысша, я болмаса жергілікті атқарушы органдардың бюджеттерінде тиісті ақша қарастырылмай, ол объекттер қалып қойған құрылысы.
соған біз нетіп аса назар аударып біріншіден сол мектептерді бітіру өзімізге негіз болып мақсат қойып, сөйтіп қазір қаржыландырып бүкіл нелерде қазір аймақтарда сол мектептермен салынып жатыр. Қазір өзінде сол біз мысалы мамыр айында ақша бөлсек, қазір өзі бірінші сол 59 мектептен аяқталуға біз ақша берілген. Сол 59-ның ішінде 36-сы бітті. Көрдіңіз ба? Бұл бәрі қаржыға тіреледі негізі. Сосын екіншіден жаңағы бизнес 59 емес, биыл жоспар бойынша 154 мектеп салынып бітуі керек еді ғой. Білім беру инфрақұрылым қолдау қорынан деп отырмын. Бұл сыбайлас жемқорлықтан қайтқан қаражат бар ғой. Сол қаражат қазір келіп жаңағы қорға не қылды, шоғырланды. Енді сол қаражаттан 62 мектептің құрылысына рұқсат етілді. Бұл сіз айтқан жайлы мектеп, жаңағы айтқан 1000 мектептен бөлек мектептер. Басқа мектептер. Одан бөлек. Жаңағы айтып отырмық, біз жылдың соңына дейін егер мысалы айтып отырсақ, 154 мектеп қосылды деп, соның ішінде 47 мектеп жаңа қолдау қорынан қаржыланатын мектептер. Енді жаңа айтып отырмық қой, бизнес деп. Біздің ойымызша, жалпы оның бәрімізге де ақиқат шығар. Бизнеске де қолдау деп айтып отырсыздар ғой. Бизнес әсі мына бенефицтің бәрі, Астана болсын, Алматы болсын, негізгі проблема жер мәселесі. Жер мәселесі өте ірі не? Мысалы, Астанада мен ойлаймын, Астана болсын, Алматыда болсын, егер жер мәселесі көзделетін болып нететін болса, бизнесте бар деп ойлаймын. Өйткені тағы қайталайын, заңнама бойынша тиісті қолдау нелер көрсетілген. Ірі қалаларда, Молдаш мырза, кешіріңіз, ауыл аймақтарда. Бізде үзілістің уақыты келген екен, үзілістен кейін жалғастырамыз, бірақ мемлекет басшысы бір мәселені айтты ғой. Әкімдіктерге міндет деді, білесіз ғой, жер тауып беруге, мектеп құрылысына тауып беруге. Проблема неде? Жауап бересіз үзілістен кейін. Біз тікелей эфирдеміз, міне WhatsApp желісін шығарып қойдық, өздеріңіз көріп тұрғандай минут секунд сайын хабарламалар келіп жатыр. Біріншіден қоңырау шалған көрерменіміз бар екен, осы мектептің жетіспеушілігіне байланысты. Кеш жарық тыңдап тұрмыз сізді. Алматы облысы Кемертоған ауданы. Ассалаумағалейкум. Әлейкум. Мен Алматы облысы Қарасай ауданы Кемертоған ауылынан соғып тұрмын. Сол мектепке... Айтыңыз, сұрағыңызды, тоқтамаңыз. Әзір 5000 бала бір жерде оқиды. Әзіргі мектеп тапшы. Енді бұны айтқан көп уақыт болды. Жылдайтылады құрғаны. Енді әзір ата-аналардың кәсібі жамбы ауылында әзір оңай емес. Балаларды оқуға апарып қайтып әкелу болып қалды. Күн болса қысқарып келе жатыр. Сонда біздің ауылымызға мектеп керек. Сонда бүгін соны талқылап жатыр екенсіздер. Осы қандай болады? Bir құрғақ уәдемен өтіп жатыр. Осыны тыңдағалы 2 жыл болды біз. Рахмет. Кемертоған ауылының әкімдері бізді естіп отырса, Қарасай ауданының әкімі. Жерді сатқанға байланысты, сіздердің аудандарыңызда жерді сатуға байланысты. Осы былтыр ғана жер қатынастар басқармасының ғой деймін, қателеспесем, бірнеше қызметкер істі болған еді. Қарасай ауданында жер жоқ дегенге ешкім сенбейді. Кемертоған ауылдық өңір ғой, ауылдық жер, о жерге аса бір үлкен жердің қажеті жоқ. Мәселе қалай шешіледі? Алматы облысының төңірегінде 4 аудан бар. Алматы облысының, Алматы Қарасай қаласының төңірегінде Қарасай, Жамбыл, Іле, Еңбекшіқазақ. Осы 4 аудан, қателесе Талғар ауданы. Сол 4 ауданда ең мынау халықтың шоғырланғаны Алматының агломерациясы, халықтың несі. Енді Қарасай ауданында шындық керек. Мен өзім осы биылғы жазда барып қайттым. Қарасай ауданында жаңа айтқан 4 аудан 4-інде де проблема едәуір көп. Кемертоған қателеспесем Алматының түбінде. Ол ауылға енді мен барып көрген жоқпын, бірақ мен білгенше ол Алматының түбінде. Шынымен де ол жақта проблема бар. Мысалы мен аудан әкімдерімен де кездестім, сол 4 несімен де. Облыс әкімдігінде біз үлкен кездесу жиын өткіздік. Ол проблема Қарасай ауданында бар. Жоқ, бар ғой енді, не істейміз? Қарасай ауданының бұл жерде жер жоқ дейді. Мысалы біз мынау жайлы мектеп болсын. Жер жоқ болғанда жаңа айттым ғой мен сізге. Мемлекет басшысы жер тауып беруге міндеттеді ғой әкімдер. Ереке, мен бір сөз қосайыншы. Қазір жауап беріңізші. Әкімдер міндеттеді. Онда қалай? Министрлік пен әкімдіктің арасында байланыс жоқ па? Жауапкершілік жоқ па әкімдерде? Негізі жер мәселе, жердің бөлу мәселесі, ол шынымен дұрыс айтасыз, жергілікті атқарушы органдарының құзыретінде. Біз ана мектепке сыймай жатқан халық, енді жер жоқ екен деп тұра береді, халық көбейе береді бәрібір. Көбейе береді, онда көшіп кету керек па басқа жаққа, не істеу керек?
Айтайықшы, проблеманы қалай шешеміз, қымбатты спикерлер? Мен бір факт келтірейінші, жаңа айттыңыз Іле ауданы деп. Іле ауданында, осы Астана Алматыға жақын жерде Казтек деген елді мекен бар. Сол жерде халық саны жылдан жылға өсіп жатыр. Бірақ та халық мектеп керек дейді, әкімдік жер жоқ дейді, жер жекеменшікке өтіп кеткен, оны қайтару тағы сот процесі. Ал қазіргі сол жердегі 6-шы мектеп дейді, сол жердегі нақты ауылдың ортасында орналасқан жер телімі тағы да қосымша жапсарлас, жаңа пристройка салуға мүмкіндік бар, бірақ та әкімдік тарапынан, жаңа облыс тарапынан ол пристройкаге тыйым салынған деген ақпарат бар. Осы мәселеде пристройка көп мәселені шешер еді, жаңа айтып тұрған жер мәселесін, басқасын. Бұл жерде жаңа сіз айтқандай жапсарлас ғимаратты салуға тыйым салу деген, енді мен шынымсам ойға шықпайтын зат. Неге ол әкімдік, мысалы әкімдік бұл жергілікті атқарушы орган неге ондай шешім қабылдап, неге сондай жауап бергенін мен білмеймін. Негізі бізде мектептер қай жерде, халықтың шоғырлаған жерде орналасады. Егер пристройка жасақ, ол маңайында, значит, сұраныс бар деген сөз, да? Мысалы, жапсарлас керек болса. Онда шаговая доступность деген бар. Біздің мысалы министрліктің өзіміздің неміз, барлық ұстанымыз небәрі мектептер нағызы көлікпен жүрмеу, ары бері тасымалдау мәселесін болмау үшін, көтермеу үшін жақындау болғанша, барынша. Бірақ енді жаңағы жапсарласты тыйым салынған деген оны білмедім. Егер не болса, мен әрине оны анықтаймын. Бірақ нақты Казтек бойынша, мысалы Казтек бойынша мен білем, жайлы мектеп бойынша ол жерде қателеспесем 900 орындық па мектеп салу көзделген. Бірақ енді жаңа қолданыстағы мектепке жапсарлас ғимарат салуға тыйым салу деген... Рахмет, Молдаш мырза, негізі шешім таппайтын мәселе сияқты. Сонда қалай? Жер жоқ екен деп жаңағы былайша айтқан кезде әбден нығыз орналасқан халық сол жақтағы не істеу керек? Жұлдыз ханым. Қарап отыру керек па? Жер жоқ екен деп дұрыс ұйымдастыра алмаған әкімдіктегілер, әкімқаралар, Қарасай ауданының, Талғар ауданының, Іле ауданының мысалға жергілікті билігінде отырған әкім басшылар ешқандай жауапкершілік алмай ма олар? Онда олар неге ол мысалға жер жоқ екен деп мысалы 4-5 сол жердегі біз жол салған кезде жерге ақша табылады, үймен бірге сатып алуға, жол салған кезде, мектеп салған кезде неге ақша табылмайды? Неге дұрыс жоспарланбайды? Дұрыс айтасыз. Мына жерде мысалы жайлы мектепті қайтадан қозғап кетейік. Сол кезде мысалы біз әр мектепті... Жаңағы аудандарға қатысты жауап беріңізші, проблемасын қалай шешеміз? Жуық арада шешіле ме? Соны айтып отқаным ғой, мысалы жайлы мектеп төңірегінде әр аудан, әр елді мекен бойынша жаңағы жер мәселесі, жаңа айтып тұрық қой, жергілікті атқарушы органдар ұсынады. Осыны жерде сол картамен қарап отыр, мысалы болған, жаңа сіз айтқанда халық шоғырланған жерде ауылдың тіпті ауыл мына жерде тұрса, жолдың мына бетінде айдалада соға жер бөлінген мәселелер болды. Көтерді. Сол кезде біз қарап отырып біз айтамыз, бұл мектеп біріншіден қандай? Халық үшін ба? Халық үшін. Неге мына халық мына жерде тұрады үйлер, мектептерді мына жаққа жібересіздер? Неге жер жоқ дейді? Біз айтамыз жоқ. Шаговая доступность болса, не істейсіздер осы деңіздер, сіздердің құзыреттеріңізде жер бөлу. Бірақ ауылдың ортасында болса, ямаса сол халықтың шоғырлаған жерінде жер табыңыздар. Қазір сынау жасап, тіпті кейбір елді мекенде, кешірім сұраймын, кейбір елді мекенде тіпті аудандар әкімдері 20-30 үй сатып алу керек. Біз айтамыз, кезінде бөлдіңіздер, ойластырмадыңыздар, басқа әлеуметтік нысандар бойынша. Енді қазір кешіресіздер, шешіңіздер. Мемлекет мынау жайлы мектеп бойынша да үкімет қаулысында нақты көзделген жер бөлу мәселесі толығымен уақытылы оған тиісті құбырларды, жаңағы ИК дейміз ғой, инженер коммуникациялық инфрақұрылымды жеткізу әкімдіктердің мойнына жүктеп қойған. Солай болсын. Солай болсын. Енді жаңа біз айтады, кезінде біз сатылып кетті ме, әлде қалай білмеймін, бірақ ол жерде керек па, халықтың сұранысы бар, сол жерде бірдеме. Қазір кейбірге шыны керек, онда үлкен ауқымда жергілікті атқарушы орган жүргізіп жатыр. Өйткені халықтың талабы. Шыны керек, сіз айтып отырған жай Қарасай ауданы бар, Іле ауданы, Талғар аудандарында жергілікті әкімдердің біраз сотталып кеткен осы жерді сатқан үшін. Сотталып кеткен істі болды. Қазіргі енді әкім-қараларға кейде жаның да ашиды мысалға. Жерді қайдан тауып береді деп. Қазір сіздердің қайта-қайта WhatsApp номерлеріңізге келіп жатыр, мынандай облыс, аудан, ауылдар. Бір көтеріп қойыңыздар жаңартып. Міне. Мүмкіндік болса, бағдарлама біткеннен кейін енді менің телефоным байланысым бар ғой, соған жолдасаңыздар. Жібереміз. Өйткені менің енді өзімнің тізімім бар. Мысалы, Ақтөбе облысында, Ұлытау облысында бітпей тұрған мектептер. Сосын 3 ауысымды, апатты деген мектептер. Осыларды тағы да қарастырып, оқу ағарту министрлігі бар, жергілікті әкімдік бар, маслихат депутаттары бар. Аяғына дейін жеткізейік.
жапсарлас мектеп деп айтып тұрсыз ғой, заңда тыйым жоқ. Бірақ бюджетте қаражат қарастырылмаса, бюджетке ол ПСД-ға ақша бөлінбесе, ПСД-ның өзіне ақша кетеді ғой. Ақшаны бөліп алып, ПСД-ға тағы да ақша бөлінбесе, онда ол былай қарағанда бекер кеткен қаражатта. Соған байланысты мүмкін ауыз екі өздерінің тыйымдары шығар. Бірақ дегенмен білуіміз қажет. Мысалы, Кентау қаласында келесі одан кейінгі жылдарға демографиялық өсім өте жоғары. Сәйкесінше ол мектептер жапсарлас құрылыстарын сұрап отыр. Норматив бар. Норматив жаңағы 1200 балаға 2,6 гектар жерге мектеп соғылу керек. Норматив бойынша. Кем дегенде. Енді одан мысалы кейде 3 гектар жер болуы мүмкін, сондай жерлерге жапсарлас құрылысты рұқсат етіледі. Бірақ ол нормативтерді де қайттан қарастыру керек шығар, жердің мәселесіне байланысты, халықтың тығыздығына байланысты, демографияға байланысты. Біз өз тарапымыздан, депутаттық корпус тарапысынан оны өзгертуге, тағы да қарауға, талқылауға дайынбыз. Енді мен екінші сұрағым, Шәкәрім мырза, сіз өзіңіз Астана қаласында білім басқармасын басқардыңыз ғой. Айтыңызшы, бюрократиялық қандай да бір кедергілер көп па? Мысалы, маслихатқа барасыздар, маслихаттың алдында бюджетті қорғайсыздар. Астана қаласындағы, енді сіз бұдан бірнеше 3 жыл бұрын осыны басқардыңыз. Жалпы осындай мәселе болады деген бір болжамдар, үлкен бір жоспарларыңыз болды ма? Сол жоспарлар бойынша да бізде негізі бағанағыдай білесіздер, мемлекеттік және жекеменшік серіктестік аясында бізде мектептер соғылу жоспарда болынған. Соның қазіргі таңда Астана қаласында 6 мектебі бар. Бірақ негізінде ол мектептердің саны 13-ке дейін көтерілу керек болады. Сіз бином мектептер? Бином мектептерін, бином мектептер жалпы 8 мектеп дейді ғой. Атырау, шатаспасам басқа қалалардан да ашылғаны болады. Әрине, ол көптеген дау-дамай туылды ол кездері, мысалға, оның бағасына байланысты. Бірақ алайда қазіргі таңда жайлы мектептердің де бөлініп жатқан қаражаты сол мектептердің ар жақ бер жағында бөлініп жатыр. 2000 балалық мектептерге соншалықты қаражат бөлініп жатыр негізінен. Сондықтан бағалар басқа болды. Қазіргі баға енді бином мектептерінің бағасы да заңнамалық тұрғыдағы жаңа сіз барған кейбір нәрселер ол енді әрине дау-дамай туғызатындай жағдай болды. Ол жағдай басқа еді. Қымбат спикерлер, 4 минут уақытымыз қалды. Нақты жауап беріңізші сұрақтарға. Сол жоспар мысалға бағандай қоғамның дау-дамай ол уақыттағы жаңағыдай сұрақтарына байланысты тек қана 6 мектептен ғана шектелді. Бином мектебіне қатысты бір сұрақ, қысқа жауап беріңіздер. Бином мектептерін жекеменшік серіктестік, мемлекеттік серіктестік ретінде салынды мектептер 25 баладан артық қабылдамайды, бірақ міне мектеп, міне үй. Осы мектепке үйдің іргесінде тұрған, жапсарлас тұрған үйдің балалар кіре алмайды. Себеп неде? Жеке талаппен, жеке тәртіппен жүру қаншалықты заңды? Жоқ, олар қабылдаған кезде жалпы ортақ тәртіп бар. Сол тәртіп бойынша міндетті түрде жекеменшік, біз ол бином мектептер бірінші бұны түсіну керек. Олар қазір жекеменшік. Бірақ оның шарттары бойынша 5 жылдан кейін ол мемлекетке не деді. Сосын бином мектептері қазір олар міндеттелген, олардың шарттарында да бар. Сол маңайда тұрғылықты балаларды міндетті түрде қабылдау керек. Енді нақты неге қабылдамайды екен, осы неде басқа бір алаңда осындай бір ата-ана болды да айтады, мен үйім түбінде мектеп бар, бірақ ол мектепке, мемлекеттік мектепке барғым келмейді, мен жолдың арғы бетінде бином мектебі бар, мен соған барғым келеді дейді. Сол кезде осы алаң тұрған біз айтамыз, неге десем айтады, бином мектебі күштілеу дейді, мемлекеттік мектепке мен барғым келмейді дейді. Ондай да бар. Бірақ бином мектептер міндетті түрде, ол шарттарын мен ол жақсы білем, шарттарында көзделген. Бұна приписка дейді ғой, сол маңайындағы балаларды міндетті түрде қабылдау керек. Жақсы, қымбат спикерлер, 2 минут уақытымыз қалған екен. Соңғы 10 жылда еліміздегі демографиялық өсу көрсеткішін шығарып қойсаңыздар, еселеп артып жатыр. 2021 жылы пандемия кезінде дүниеге келген балалардың саны 450 мыңға жетті. Яғни 6-7 жылдан кейін мектепке баратын балалардың саны 1 миллионға жетеді деген сөз. Бұлай қарасаңыздар, бұл шұғыл дабыл қағатын мәселе. 6 жылда мектептегі жаңағы мектептің жетіспеушілігін біз түгелдей шеше аламыз деген ол утопия болып көрінуі мүмкін. Сондықтан шұғыл шешудің әрқайсыңыз бір жолын ғана айтыңыздаршы, бір жолын. Сізден бастайық. Міндетті түрде мемлекеттік тарапынан қолдау көрсетіледі, мектептер салынады. Одан басқа мен осы жердегі спикерлермен толық келісем, жекеменшік бизнес тарапынан да өздерінің әріптестігін көрсету керек. Әрине.
Менің ойымша тағы да бір мәселе бар. Жаңа бар ғой 3-6, 3-8, 4-2 деп нелер белгіленді. И ол жерде мен мысалы сіздердің нелермен де көріп отырсыздар. Әр жылда 200 мыңнан өседі деген, ол тек жаңа бірінші класстың балалары емес, тағы да еще получается жоғарғы класстарда 9 класстан кетулер санында да азайып келе жатыр. 9 класста кетіп сосын бұрын мысалы 4-5 класс болса, сол 4-5 класстан 1 класс, 2 класс қана қалатын, сондай не болатын. Қазір мысалы жаңағы профессиональный дейді ғой, кәсіби орта білім деген колледждардың несі дамуы тоқтап қалды. Қазір колледждардың санын, мектептің санының өскенімен колледждардың санының, оның ішінде орындардың санының өсуі аз болғандықтан 9 класстан кетуде де азайып келе жатыр. И олда да мектеп мәселесінде шешуші еді, егер колледждарды дамытсақ. Колледждерді дамытса болады дейсіз ғой, иә? Менің ойымша біз арнайы мектептің құрылысына жауапкершілік алатын орталық мемлекеттік құзыретті орган болуы керек. Ол экономика министрлігі ма, ол ағарту министрлігі ма, ол кеше құрылған құрылыс министрлігі ма. Біз әкімдіктерге беріп қойып, әкімдіктерде жауапкершіліктеп енді отыра алмаймыз ары қарай. Қазір қымбат спикерлер, уақыт алып келгендеріңізге алғыс айтамын. Қазір мектептерге барып жатқан балалардың бірінші Н сыныбы, бірінші Ш сыныбы деген сыныптар бар. Дәл осылай жалғаса берсе, жаңа біз айтып отырған 26-27 жылдары алфавит жетпей қалуы мүмкін мектепке барып жатқан балаларға. Осы себепті бір жағы бүйтіп ойлайсың, жылдар бойы жиналып келген проблеманы бір рет дегеннен шеше алмаймыз біз. Жаңа сіз айтқан мемлекеттік бағдарлама шұғыл жүзеге асуы тиіс. Эфир тізгінін ұстаған Ерқанат Көпжасар, сау болыңыздар.